Бұл видеоблог емес, бұл Еркебұланның қарапайым өмірінен жүзінде. Біз Исік өзеніне бара жатырмыз. Өзен ба, көл ма, соны түсінбедім. Қазір барғаннан кейін эксперттардан сұраймыз. Блин, біз шпрот алдық, нан алуға ұмытып кеттік. Нан алмадық па не? Нан алдық, но мен ана салуға ұмытып кеттім. Жақсы өтті. Видео бар дечі? Видео бар. Специально алған ғой ше. Жоқ, тауда қаным қатташады. Көрдейсің. Просто ойладым, қазір еще сыр турап салам дедім да, тамақ ішіне ешкім көп болып кетті деп алған жоқ. Сауат өзі түсіндіріп береді қазір. Не болған? Біз бүгін Исыкское озероға бара жатқанбыз. Сосын мен место сбораны по привычке осы Абая 100 шығар деп оқымай осында келесісақ басқа адрес екен. Соны қазір такси шақырып соған барамыз. 7:30-да уже автобус жүріп кетеді бізде. Такси әлі келеді. 2 минутта болады. 12 минут. Үлгереміз. Айтпайым. Біз үлгердік, отырдық. Маршруткаға үлкен автобуспен барамыз деп ойлағанбыз. Но 10 газель, иә. 10 адам бара жатырмыз примерно. 12 жарайды. Бізді қосқанда примерно 2 сағатта жүреміз дейді. Сол таңғы сағат 7:20 болды. Біз үйден 6:45-те шықтық. Жаңа болған заттарды көрдіңіздер. В районе, в Тургенском округе, мы сейчас находимся на высоте 1530 метров, да, видите, да, снежная погода, прохладно, то есть на высоте. Біз Аю сарқырамасына кетіп бара жатырмыз қазір. Аюлы сарқырамасы. Себебі СССР-ға дейін бұл жерде аюлар өмір сүріпті, одан кейін мұнда адамдар келе бастағаннан кейін аюлар қой кетейік деп. Умрем. Can't say that, girl, don't tell me you could say that shit. All she want is payback for the way I always play that shit. You ain't getting nothing that I'm saying, don't tell me you ain't. Nothing like them other motherfuckers, I could make you rich. I could make you this, baby, I could make you that. I could take you there, but baby, you won't make it back. Growing sick of this and I don't wanna make you sad. Do I make you scared? Baby, won't you take me back? You rich for my life, can't say that, girl. Don't tell me you could say that shit. All she want is payback for the way I always play that shit. You ain't getting nothing that I'm saying, don't tell me you ain't. Nothing like them other motherfuckers, I could make you rich. I can make you this, baby, I can make you that. Біз жаңа ғана аюлар сарқырамасының жанында болдық. Содан қайтып бара жатырмыз. Төмен қарай түсіп, қайтадан микроавтобусымызға отырып, параллельдердің бірдеңесі деген жерге барамыз. Ол жерде может өтірік айтады бұл. Келесі локацияға Айтқан сөздің бәрі өтірік. Не дейсің, не? Мен мята деп ойласам, мен мята ма? Кәне, же көрші? Же көрші? Жей алмайым, мята емес. Көре саш, ештеңе етпейді. Бұл мята емес. Мята, же көрші? Мята емес, бұл не ғой? Же көрші енді? Жабайы бүлдіргендікі. Ладно, же көрші енді, ол да нормально ау. Жемеймін зай. Же көрші? Ту! Жеші? Бұл қаламалыге боп. Өз-өзін түсіріп мәзі болып жүр. Шөң құлаңдаршы. Жақсы контент. Рахмет. Жақсы контент. Здравствуйте. Малина почем? 3000. Малыш? Вот это, да? 3000. Но все есть пробники, кроме чурчилок. Яблоко основа у нас, а ягоды разные. Или соки. Понимаете, как бы, да?
Короче, біздің покупкалар андай варенье алдық. И спасибо бірдеңе дейді, короче. Мен 2 бутылка вино алдым. Табиғи химиясыз. Бұл варенье дегенде сахар Ертең қосылған ютубта шығамыз. Wonder. Музыка var. Counting stars, 밤하늘에 pour. Better than your Louis Vuitton, your Louis Vuitton. Counting stars, stars, 밤하늘에 pour. Насчет параллельного хозяйства. Там у нас в основном, да, это как бонусная локация, то есть порыбачить, либо пообедать. Сразу скажу, то есть на территорию параллельного хозяйства со своим заходить нельзя. То есть и Фавелевое хозяйство келдік Иссыктағы. Қазір балық аулаймыз. Ала салғанымыз дұрыс па? Соны түсінбедім, қазір сұрау керек. Ұстап, сосын пісіп бере ма, или сразу заказ берсек болады ма? Болды погода дейді. Сухой болып тұрса, ясно. Не видно туман, отбрасывает тень, ясно. Сухой. Онда ясно екен. Ясно екені көрініп тұр ғой енді. 좋은 날 좋은 삶 좋은 것만 다 한데 뭐 아이들을 하지 그래서 혼자 서울대는 아니어도 곧 잘 살아 이 새파란 너무 걱정 마 이제 당신의 자식까지 사장 만들어 이게 나의 각오 yeah counting stars 밤하늘에 pour better than your Louis Vuitton your Louis Vuitton counting stars stars 밤하늘에 pour better than your Louis Vuitton your Louis Vuitton Letter to my stepfather 기억나나요 내가 대학 갔을 때 축하한다며 주신 100만 원으로 난 시작했어요 내 세상을 나건 상가 가서 야마하 스피커로 14만 원짜리 마이크 사고 그때 우리 가족 잠시 살던 때 그때만 해도 내가 아저씨라고 Біз Исік өзен ба, көл ма ұқпадым, соған уже келдік почти. Бұл жерде костерда тамақ дайындауға болмайды екен, жағуға болмайды екен. Прям күшті. Мен аюдың шкурасын көрсем. Мындай аттар. Қаншадан Етін. аттарың? 2 теңге қайшы кешіп ат бересіздер? 10 минут па? 少し休みたいんだ少し休みたいんだけど時間は刻一刻残酷と私を引っ張ってくんだ Yeahうまくいきそうなんだけどうまくいかないことばかりで部活にも泣いてしまいそうにな情けない本当にな惨めな気持ちなんか嫌というほど味わってきたしとっくに悔しさなんてものは捨ててきたはずなのに Біз қазір көл, өзен дейді, озеро деп айтады. Мынау көбінде неге ұқсайды? Көлге ұқсайды, титаникалық көлге ұқсайды, және таулардың арасында орналасқан. Әдемі екен, бұның тарихы бойынша бұдан 7-8 мың жыл бұрын пайда болған дейді. И соңғы рет осы Қазақстан бойынша ең үлкен сел жүріп 1962-63 ба сол жыл сел болып 1000-ға жоқ адам қаза тапқан дейді. Осы жерден басталып, мына жақтағы таулардың барлығындағы мұздықтар еріп, мына жер толып, төмен қарай өте үлкен сел болып, көптеген адамдар қаза тапқан екен. Жалпы бұның тарихы сол негізгі тереңдігі 100 метрге дейін жеткен дейді сол кезде. Мына жоғары, мынаның үстіне дейін жеткен деген аңыздар бар. Бірақ нақты келтірілген факттар жоқ. Мен примерно гидтан естігенімді айтып түсіндіріп жатырмын. Жалпы сол қандай әдемі. Теңге майды 2 мың берейік и қайтқанда тағы да бір такси Кеттік. Тұрсыз. Жаңа жігіттер болса Иә. Біз осымен бүгінгі сапарымыз аяқталды. Қайтып бара жатырмыз. Тамашалағандарыңыз рахмет. Бұл видеолог емес, бұл Еркебұланның қарапайым өмірінен үзінділер. Жоқ қанша.